Птолемейдің Алмагес трактатындағы есептеулерін нақтылап, қателерін түзеген және оған жаңа астрономиялық идеяларды енгізген аңыз адам кім екенін білесіз бе? Ол сақиналы күн тұтылуын түсіндіріп, жердің еңкеюін нақты есептеп, жылдық мерзіммен күн мен түннің теңесуін дәлме-дәл есептеген. Оның еңбегінің нәтижесінде Николай Коперник гелиоцентрлік күн жүйесі идеясын жасаған. Оның есімі De Revolutionibus Orbium Coelestium кітабында 23 рет аталған. Оның жасаған астрономиялық кестесі Григориан күнтізбесінің қалыптасуына алып келген. Бұл аңыз адамның есімі Әл-Баттани. Абу Абдаллах Мухаммед ибн Джабир ибн Синан Ар-Рақи Ар-Харрани Әс-Саби Әл-Баттани 858-929 жылдар аралығында өмір сүрген астроном, математик болған ұлы мұсылман ғалымы. Оның Китаб Аз-Зидж атты еңбегін 1134-38 жылдары итальяндық астроном Платон Тибуртин латын тіліне аударған. 1537 жылы Нюрнбергте жаңа нұсқада қайта аударылған. Ал De Revolutionibus Orbium Coelestium кітабы 1543 жылы Коперниктің өлімінен кейін жарияланған. Себебі Коперник инквизициялық шіркеу сотынан қорыққан. Әл-Баттанидің астрономиялық кестесіне негіздей отырып, неміс математигі Кристофер Клавиус Григориан күнтізбесіне реформалайды. 1582 жылы 24 ақпанда ресми түрде Григориан күнтізбесі қолданысқа енді. Ол геометриялық есептеулерде синустар мен тангенстерді қолдануды енгізген. Тихо Браге, Иоганн Кеплер, Галилео Галилей, Эдмунд Галлей секілді ғалымдар Әл-Баттанидің еңбектерін өз зерттеулерінде пайдаланған. Осылайша Европалық астрономияның дамуына үлкен ықпал еткен, тіпті Европадағы ғылыми ренессанстың қозғаушы күшіне айналған. Бүкіл Европаға Әл-Баттегниус есіммен танылған. Оның құрметіне айдағы кратер және кіші планета 99-10 астероиды есімімен аталған. Европадағы ғылыми төңкерісті бастаған Коперникті астрономияның атасы деп атайды. Ал Коперниктің өзі Әл-Баттаниға қарыздар екенін ескерсек, онда Әл-Баттаниді ресми марапатталмаған астрономияның атасы деуге толық хақымыз бар. Осы аңыз адамға рахмет айтайық.